Себеп пен негіз. Логотерапия ғылымының негізін қалаушы Виктор Франкл экзистенция вакуумын анықтау үшін себеп пен негіз деген егіз ұғым енгізді. Оның пайымынша негіздің түпкі табиғаты психологиялық немесе ноологикалық болады. Ноологика деп адамның рухани болмысын айтады. Себеп керісінше биологиялық немесе физиологиялық қабатқа байланған. Мәселен, пияз турасан көзден парылдап жас ағады. Жылауға физиологиялық фактор пияз. Пияздан лакриматор деген зат бөлініп көзге әсер етеді. Адам қасіретті бір оқиғаны еске алғанда жанарына тағы да жас толады. Бұл жолы оны жылатып тұрған қайғылы оқиға психологиялық фактор. Енді былай алайық. Ет жақын туысын қаза болды делік. Марқұмның асында пияз турап отырсын. Жанарын жылап, жүрегін қайғыдан өртеніп тұр. Қайғының жасы мен пияздың жасы бір жерден шығып жатыр. Сырт көзге адамның неден жылап тұрғаны түсініксіз. Пиязды көріп, себебін содан іздеуі мүмкін. Ал қаралы жанның қасіретін білгенде жүректің зарын сезеді. Пияздан ұшқан витамин көз жанарына физиологиялық әсерін тигізді. Жүректі өртеген өксік психологиялық күйзеліске орады. Дәл осы сәтте пиязды алып тастасан да көз жасы тыйылмайды. Себебі психологиялық күйзеліс көз жасын ағыза береді. Жүректегі шерді шаттық сезім баспайынша қасірет жалғаса береді. Франклдің ойын қазақы мысалмен тағы да нақтылай түсейік. Айдалада адасып, шөлге тап болдың делік. Суын таусылды. Сәлден соң көңіл күйін бұзылып, үрей құшағына орала түсесің. Жігерінде құм қылып, қайратынды сындырып жіберетін екі фактор әсер етеді. Бірі физиологиялық фактор, шөл қысып еңсеңді езе түседі. Екіншісі психологиялық фактор. Адасып кетіп айдалада арам өлмейінен үрей билейді. Мұндағы таңдайдың құрғауын себеп дейміз, көңілдегі алаңды негіз дейміз. Жолдан бұлақ тауып шөл қандырғанымен адасып кеттім деген уайым жойылмайды. Осы сәтте көкжиектен ауыл шеті көріне қалса, психологиялық негіз физиологиялық себепке үстемдік етеді. Тұла бойға ғайыптан күш қуат құйылып, ауылға ерекше жігермен ұмтыла түсесің. Шөлдің қысқаны сезілмей қалады. Сол сияқты арақ, баспана, жұмыссыздық, қол көтеру, жеңіл жүріс барлығы ажырасуға әсер етуші себеп екені рас, бірақ негізді ешкім көрмейді. Мысалы, басты себеп ретінде әлеуметтік жағдайдың төмендігін алайық. Чехия, Португалия, Испания, Норвегия сынды елдер ажырасудан алдыңғы орында. Олардың экономикасы Қазақстанмен салыстырғанда әлде қайда қуатты. Тұрмысы түзелгенімен ажырасу тоқтамай тұр. Енді психологтар айтпақшы, проблеманы секстен іздеп көрейік. Ескі заманда жұбайлардың төсек стандарты жоқ еді. Ешкім секске шағым айтқан емес. Шаңырағы шайқалмай ғұмыр кешіп жатты. Батыс елдерінде сексті шырынды өткізудің 99 айласын білетін психолог қаптап жүр. Оргазмның рахатын бір көрсе, солар көру керек еді, бірақ олар да не оргазм, не отбасының рахатын таппады. Ата-ене де көп себептің бірі. Әйтпесе, өткен ғасырдың 70-80 жылдарына дейін келіннің ата-енесімен тұруы, оларға қызмет қылуы бұлжымас дәстүр еді. Бірақ ол кезде ажырасу дәл бұлай өршіген жоқ. Керісінше,
қазыналы қарттар жас отбасының өркендей түсуіне ықпал етіп отырды. Проблеманы себептен іздемей негізге үңілсек, бар пәле кісінің қаңыраған қуыс кеудесінен шығатынын көреміз. Оны өркендеп кете алмаған инфантилист болмысы тудырады. Мұны қазақша үн болмаса, гүл болмаса, бұлбұл деген бір сұр құс, ар болмаса, ой болмаса, кеуде деген бір қуыс дейді. Біздің білім жүйесінде ақпарат кеңістігі мен діни орнында адамның рухани болмысынан рефлексия жасалатын мынадай феномендер айтылмайды, үйретілмейді. Олар махаббат, жауапкершілік, еркіндік, жасампаздық, әділдік, қайсар рух, уәдеге беріктік, адамның автономды шешім қабылдау қабілеті. Онтологиялық таным деген осы. Тіршілікке тірек болатын адами қасиеттердің айнымас түпкі табиғатын қапысыз айыру, сипатын бойға сіңіру. Тәңірлік әлемнен шығатын осы феномендердің тіршілікке мейлінше ықпал етуіне жол ашу. Егер бұл феномендер адамзат тіршілігіне араласпаса, жердегі өмір қайнаған тозаққа айналады. СССРдегі сексуалды революция. Большевиктер революция жасар алдында мына нәрсені жіті ойлайды. Революция жасау үшін алдымен халықтық энтузиазм керек. Ондағы мақсат адам бойындағы жалын мен жігердің тегін қуатын пайдаланып, жұртты ілестіру. Мұндай әдісті бұған дейін тарихта талай тиран діни фанатизмді пайдаланған. Осы жолда өлсен жұмаққа барасын деген идея талай наданға мотивация болды. Бірақ бұл әдіс коммунистерге тиімсіз. Себебі олар құдайсыз қоғам құруға бекінді. Пендеге желік бітіретін екінші бір күш жыныс құмарлығының жүгенін сыпыру. Бірақ оның да кедергісі күшті. Адам бойындағы туа бітті ар-ұят феномені оңайлықпен беріспейді. Себебі жосықсыз жыныстық қатынастың жануарға тән екенін кез келген адам іштей сезіп тұрады. Ол үшін діни сауатты болу да маңызды емес. Мұны дінде фытрат, ғылымда априори деп атайды. Большевиктер дінді қара күшпен оңай талқандады. Шіркеуді өртеді, қоңырауды құлатты, поптарды атты, иконаны отқа жақты. Сыртқы фактор осымен тәмам болды. Енді түп негіздегі ар-ұятты талқандау керек. Оған от қарудың ықпалы жүрмейді. Арды арсыз іспен ғана жеңе аласың. Ендігі күрес осы бағытта өрбеді. Қазан төңкерісінен соң 1917 жылғы желтоқсанда Ресейде «Долой стыд», «Долой невинность», «Долой брак», «Долой семья» үйірмелері ашылды. Большевиктер коммунизм идеясымен қатар сезім еркіндігі концепциясын мұқият құрап шықты. Мұндай күрделі концепцияны орақ пен балға ұстаған қарабайыр мұжық большевиктер жазалмайды. Сондықтан оған кітап кемірген оқымыстылар кірісті. Ленин мен Троцкийдің тікелей тапсырмасымен Ермаков, Залкинд, Шпильрейн, Шмидт, Авербух, Гефт, Гешелина, Фрейдман, Церетели, Королька бастаған топ әзірледі. Олар бүйдеді. Ар-ұят таптық тыйымның бір түрі. Оны буржуйлар кедейлерді езгіде ұстау үшін ойлап тапқан. Адалдық, ар-ұят, дін сияқты тыйыммен үнемі қорқытып, үркітіп отырды. Адам эволюция жолмен өсіп өнген мақлұқ.
Сондықтан құмарлықтан орынсыз тартынар жөні жоқ. Өмірді бір-ақ рет сүресің, өзіне тиесілі рақаттан неге бас тартуың керек? Осы идея қоғамның барлық мәдени қабатында насихатталды. Карл Радек, Александра Коллонтай, Лариса Рейснер, Анатолий Луначарский, Лиля Брик, Надежда Крупская, Павел Блонскилер махаббаттың нағыз рақаты осы деп өздері бастап үлгі етті. Владимир Маяковский левый марш деп ұрандатты. Ол жұртты Адам ата мен Хауа анадан келе жатқан ақ некеден бас тартуға шақырды. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. К лечу истории загоним, левой, левой, левой. Глаз ли померкнет орли? В старые станем ли пилиться? Крепи у мира на горле пролетариата пальцы. Грудью вперед бровой, флагами небо оклевай. Кто там шагает правой? Левой, левой, левой. Сергей Есенин де жаңа заман, жаңа қоғам, жаңа махаббаттың жыршысына айналды. Я люблю, и ты должна понять, это жизнь, потом или сейчас. Ты себя обязана отдать. Это будет с каждой из вас. Девочка, ну что же ты молчишь? Почему ты не поднимешь глаз? Ты ведь хочешь, ты ведь вся дрожишь. Мы ведь оба ждали этого час. Он пришел, отбрось ненужный страх. Юность в жизни только раз дана. Будь послушна на моих руках, дай раздеть, одежда не нужна. Патшалық Ресей кезінде де жезөкшелер болды. Бірақ олар қоғамның құрметті сословиясы саналмады. Оның үстіне офицерлер жезөкшеге баруды қор санады. Большевиктер ар-ұяттың тонын теріс айналдырған соң, қоғамның қоқысында жатқан жезөкшелер мерейлі мәртебе иеленіп шыға келді. Мұны қазақша керуен кері айналса, ақсақ түйе алдына шығады дейді. Төңкерістен соң жезөкшелер барын да нарын да құрбан етіп, махаббат жолында адамзатты құтқару үшін күресіп жүрген қаһарманға айналды. Достоевскийдің атақты кейіпкері Соня Мармеладова еркін махаббаттың көсемі боп шыға келді. Енді мына фактіге назар салыңыз. 1923 жылы ВКП орталық комитетіндегі жен отделдің меңгерушісі Полина Виноградская мынадай қызық ұсыныс тастады. Неге эволюциядан ғибрат алмаймыз? Табиғатта қай мақұлық моногамды екен? Еркектер бірнеше әйелді иеленеді. Біз де қалауымызша бірнеше еркекке тұрмысқа шығып жүре берейік. Жұрттың бойындағы ар-ұяттың жүгенін сыпырып, сезімді бір рет жаланаштап алу үшін прецедент керек еді. Сол мақсатта 1917 жылы 16 желтоқсанда некеден бас тарту туралы декреттің бір жылдығына орай Петерборда әйелдер шеруі өтті. Шерушілер неке ескіліктің қалдығы, махаббат байлардың ойлап тапқан ермегі, жыныстық қатынасқа еркіндік берілсін деп лозунг тартып көшеге шықты. Ленин бұл шеруге «Так держать, товарищи» деп қолдау білдірді. Көсемнің қолдауына ие болған әйелдер сол жылдың жазында «Долой стыд» деген ұранмен тағы бір шеру өткізеді. Бұл жолы көшеге тырдай жалаңаш шықты. Тарихшы Жваня мынадай қызық естелік айтады. 1918 жылы атам майдан шебінен оралып Петерборға келді. Патша кезінде әскери теңіз флотында қызмет еткен. Революция орнағасын елге оралды. Ол кезде большевиктердің не реформа жасап жатқанынан хабарсыз. Долой стыд қоғамы шеру ұйымдастырып, қыздар жаппай жалаңаш көшеге шығыпты. Сөйтсе, атам дым түсінбей
моншада өрт болып жатыр ма? Неғып жалаңаш жүрсіңдер деп ұрысқан екен. Троцкийдің жан досы Карл Радек үйінен жалаңаш шығып келе жатса, көршінің балалары қорқып кетіп, қаша жөнеліпті. 1924-1925 жылдары Мәскеуде өткен жалаңаш шеруге 10 мыңнан аса адам қатысты. Олар қолдарына «Долой стыд» деген плакат ұстап, «Мы уничтожили чувство стыда. Посмотрите на нас и увидите свободных мужчин и женщин, истинных пролетариев, сбросивших оковы символов буржуазных предрассудков» деп ұрандатты. Жазушы Булгаков 1924 жылы қыркүйекте күнделігіне мынадай естелік қалдырды. Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди, мужчины и женщины, с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась. Суретші Северцова-Габричевская былай деп есіне алды. Кто-то хохотал до слез, кто-то плевался, старухи крестились, говоря «апокалипсис, конец света», и растерянно спрашивали у прохожих, что же это, и нас заставит раздеться. Иммиграциядағы орыс қайраткері Трушнович бүйдейді. В 1922 году я несколько раз присутствовал на выступлениях общества «Долой стыд». Совершенно голый, украшенный только лентой с надписью «Долой стыд», оратор на площади Краснодара кричал с трибуны «Долой мещанство! Долой поповский обман! Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела. Мы – дети солнца и воздуха». Мы с женой видели, как из трамвая, ругаясь и отплевываясь, выскакивает публика. В вагон ввалилась группа голых детей солнца и воздуха, и возмущенные люди спасались от них бегством. Большевиктер ұятты манипуляция нәтижесінен туған ұғым деп түсіндірді. Оқырманға түсінікті болу үшін сұрақты былай қоямыз. Адамға манипуляция жасау деген не? Экзистенциалистер мұны былай түсіндіреді. Манипуляция рухты танытпау, рух болмысын жоққа шығару, оны зерттеуге кедергі келтіру. Скиннердің сөзімен айтқанда, тәуелсіз адамды рухани өлтіріп, еркінен айырған соң, оның іс-әрекетіне әсер етуші себептерді қолға түсіреміз. Енді оған манипуляция жасау оңай болады. Манипуляцияның мұндай түрін екі жолмен жасайды. Біреуі академиялық, екіншісі діни. Академиктер рух жоқ, тек инстинкт бар дейді. Діншілдер рухты зерттеуге болмайды, адасып кетеміз. Адам Құдайдың әмірін көзсіз орындауға міндетті, құлақ кесті құл дейді. Рух жайлы сұрақ қойса, өзінді күпірлікпен айыптайды. Рух зерттелмейтін ортада жауапкершілік, адамдық борыш, еркіндік, махаббатқа адалдық, уәдеге беріктік сияқты болмыстың тәңірлік табиғаты ашылмайды, қоғамға шуағын шашпайды. Большевиктер махаббат жайлы түрлі теория енгізді. Соның бірі қанатты эрос, крылатый эрос. Біреуді қаласан, ұятты ысырып таста, сезімінді тұншықтырма, қойныңды аш, құмарынды бас. Эростың рақатына бат. Сонымен бірге бір стакан су теориясы, теория стакан воды пайда болды. Махаббат жоқ, тек қалау инстинкті бар. Адамның барлық қалауы физикалық. Адам шөлдейді. Бір стакан су ішкен соң шөлі басылады. Сол сияқты адам махаббатқа да мұқтаж. Бірақ секстен соң бойын қысқан құмары тарқайды. Біреуге ғашықсың ба,
тезірек төсекте табыс. Шөлдеп шөлін қанғандай құмарын қансын. Ғашықтық махаббат сияқты жалған иллюзияға алданба. Махаббат коммунизм құруға кедергі келтірмеуі керек деп түсіндірді. Осы жерде бір қызық айтайық. Осы кітапқа материал іздеп жүріп, ұлттық кітапханада бір қарт кісімен әңгіме дүкен құрған едік. Өзі оқыған, көзі ашық адам. Зейнетке шықса да қолынан қаламын тастамаған. Түскі ас кезінде әңгімеміз жарасып кетті. Сөз арасында бір стақан су теориясын айтып едік. Ол теорияны жақсы білемін, студент кезде жиі айтылатын. Біз 70-ші жылдар оқыдық қой. Тос сөйлегенде әзілге қосып айтатынбыз деді. Бірақ түбі қайдан шыққанын білмейді екен. Бұл теория 1930 жылдары партияның кезекті съезінде сынға ұшырады. Кейін шыққан Ленин жайлы естелік кітаптарда Ленин жолдас бұл теорияға түбегейлі қарсы болды. Естіген бойда сынап пікірін білдірген деп айтылады. Қарсы болса неге әу баста тыймады деген сұрақ бәрібір мазалайды. Бір стақан су теориясының шалығы қазақ қоғамына да келіп жетті. Мектеп оқушылары мен студенттерінің өзі түрлі кештерде мынадай мағынасыз тақпақтарды жарыса айтып жататын. Қыз деген гүл, гүл деген шөп, шөп деген көп, жұлып алып лақтыра бер. Революцияға дейін қыз баланың көркі мен сыр сымбатын дәріптеу анағұрлым жоғары еді. Этика, эстетика, мазмұн, қай жағынан алсаңыз да арулардың сұлу көркі мен ғажайып болмысына тамсану ғарыштық деңгейде болғаны әсіресе арқа әндерінде анық байқалады. Мысалы, Естайдың бір мысқалын қараңыз. Көзінің қаралығы қара қаттай, сөзі бар ақ қағазға жазған хаттай. Көзіндей құралайдың ойнақтатып, арман не соны құшқан адамзаттай. Гүл жүзді шырын сөзді бал сілекей, аяғын келер басып некей-некей. Алмадай беттерінен сүйгенінде, суырлар тілмен қабат сол көмекей. Болғанда тілі жақыт, тісі маржан, еті аппақ жазғы тұрғы жауған қардан. Қан шырын пісте мұрын лағыл иек, пендеде жүзін көрген қалмай дарман. Болғанда өзі мұндай жүріс қандай, күлкісі көңіл ашар гүлістандай. Көтеріп алақанға отырсам да, білінбес ауырлығы бір мысқалдай. Аспайды ай сәулесі қабағынан, қызыл гүл үзіледі сағағынан. Мақамнан жеген дәмі белгілі боп, көрінер ішкен асы тамағынан. Бір мысқал, Гауһартас, Қорлан сияқты классикалық әндер мектеп қабырғасында насихатталмады. Ән сабағына кірмеді. Осының кесірінен эстетикалық талғам қарабайырланды. Құлдырау шегіне жеткенде еркектердің өзі сұлу қызға қарап, қарындас, фигураныз ат екен деп қырындай беретін күйге түсті. СССР халық комиссары Александра Коллонтай махаббат жоқ, сүйгеніме адал боламын деу индивидуалистік буржуазиялық мораль. Адалдықтың түбіне үңілсең, эгоизм жатады деп тәпсірледі. «Любовь трех поколений» деген кітабында Женя деген бойжеткенді идеал тұлға етіп суреттеді. Ол ұнатқан жігіттің бәрімен көңіл қосып, төсінде төсегінде бөлісе берді. Шешесінің тыйымын буржуазиялық ескі түсінік деп сынады. Мен жезөкше емеспін, тәнімді ақшаға сатпадым, ешкім зорламады. Көңілім қалаған жігітпен ойнап күлдім. Анам маған неге сонша ренжиді деп шешесін кінәлады. Сөйтіп жүргенде Женя жүкті болып қалды. Баланы кімнен көтергенін білмейді, бірақ ол үшін өзін жазғырып жатпады. Коммунизмнің сыйын қуана қабылдады. Барды да аборт жасатты.
Көңілі тыншыған соң социализм құруға белсене араласып жүре берді. Оны әке-шешенің ақылы, ырым-тыйым, құрсақтағы сәби, күйеу құшып, отбасы құру деген тәтті қиял да тоқтата алмады. Бұл шығарма сол замандағы бойжеткендердің жата-жастана оқитын қойын кітабына айналды. Комсомол қыздар қаһарман әйел бейнесіне айналған Женяға қарап бой түзеді. Островскийдің «Құрыш қалай шынықты» романы да сол дәуірді суреттейді. Шығарма кейіпкері Женька Развалихин бір қызға «Неменеге майысып тұрсың? Чего ты ломаешься? Интеллигент болып кеттің бе? Әсілі ақ сүйектер әулетін сарқыны боларсың. Ақылың болса, алдымен мұқтажымды өте, құмарымды тарқат. Сосын қанша ұйықтаймын десенде өзін білесің» дейді. Мұндағы «Чего ты ломаешься» деген фразаға тоқталайық. Бұл сөз сол кездегі комсомолдар арасында афоризмге айналған еді. Осы жабайы тіркес қазақ қоғамына неге ламаться етіп тұрсың деген формада жұғып үлгерді. Бертінге дейін белсенді қолданыста болды. Қызға сөз салу, көңіл білдіру, уәделесу деген мағынаны қыз сындыру деген жабайы форма ығыстырды. Романовтың 1927 жылғы «Суд над пионером» деген әңгімесін қараңыз. Үлгілі пионер Андрей бір қызға ғашық болды. Оның жалын атқан махаббаты комсомолдар арасына аңызға айналды. Жас партия жетекшілері Андрейді жиналысқа салды. Махаббатты байлар қусын, солар ғашық боп жыр жазсын. Ал біздің одан да биік мақсатымыз бар. Ғашық нақұрыстан хулиган артық. Белінді құмарлық қысып шыдатпаса, қалай тарқату керегін білесің. Арамызда жан сырынды түсінер жолдастар қыздар бар. Тіпті жезөкшеге шығындалып қажеті жоқ деп кеңес айтады. Сонымен «Долой стыд» қоғамы мен «Свободная любовь» лигасының көшеге жалаңаш шығып, еркін сексті насихаттағанын айттық. Осы тұста ортақ коммуна, ортақ асхана, ортақ тұрмыс, ортақ секс, ортақ бала тәрбиесі деген тіркестер пайда болып жатты. «Комсомолка, не будь мещанкой, помоги мужчине снять напряжение» деген ұран әр жерде айтылды. РКСМ-нің 1921 жылғы қыркүйек съезінде ортақ коммуна құру жайлы шешім шықты. Коммунада асхана, әжетхана, жуынатын бөлме ортақ болды. Тіршілік баршаға ортақ, жекеменшік жоқ, құқықтар тең деді. Тіпті қойнындағы қатынды қызғану ескінің қылдығы саналды. 1923 жылы Мәскеуде жастардың 40% коммунада тұрды. 1926 жылы Серп и Молот зауытында істейтін бір комсомол «Смена» журналына коммунадағы өмір жайлы бүйдеп жазды. Коммунада секс мәселесі оңай шешіледі. Қыздармен бірге жақсы тұрып жатырмыз. Тіпті ерлі зайыптыдан артықпыз. Мұндайда үйленіп отбасын құру ойына кіріп шықпайды екен. Себебі құмарлық қыспайды. Қысса дер кезінде қандыра қоямыз. Коммунадағы тіршіліктің тағы бір ерекшелігі бар. Қыз келіншекпен жақындассан, ерлі зайыптыдай міндет арқаламайсың. Қоғамдық жұмысты еркін атқара береміз. Әке-шешен сияқты ескі ғұмыр кешкін келмесе, жас жұмысшылар коммунасына келіңіздер деп дәріптеді. Иваново-Вознесенский, Ленинский Закал коммунасындағы қыздар да осылай ұрандатты. Бұл коммунаға Лениннің әйелі Надежда Крупская жетекшілік ететін. 1926 жылы бүкіл одақтық архитектура конкурсы өтті. Онда коммунаның типтік үлгісі таңдалды. Николай Кузьмин есімді архитектор мынадай жоба ұсынды. Бір коммунада 6 жұпқа арналған ортақ жатын бөлме болды. Жеке бөлме, оңаша төсек жоқ.
Кузьминнің жобасы қолдау тауып, көп ұзамай Сталинград пен Ленинградта осы үлгіде жатақхана салына бастады. Большевиктік мәдениеттің сол инерциясын Қазақстаннан да көруге болады. Бізде ортақ коммуна салына қойған жоқ, бірақ университет жатақханасына студентті орналастырғанда ортақ коммуна тәсілін қолданды. Әлі күнге дейін бір секцияда қыздар мен жігіттер аралас тұра береді. Ортақ әжетханасын айтпағанда қыз баланың жеке гигиенасы ескерілмеді. Біздегі жатақханалардың мұндай тәртібіне Түркия сынды мұсылман елін айтпағанда ақш, Еуропадан келген студенттер таңғалатын. Оларға бұл тұрпайы көрінді. Большевиктер әйелді одақтың байлығы санады. Белгілі коммунист Семендович 1925 жылғы 21 наурызда Правда газетінде бүйдеді. Әр комсомол тіпті кәмелет жасқа толмаса да құмарлығын қандыруға құқылы әрі міндетті. Бұл жалпыға ортақ ереже. Оған мойын сұнбағандар буржуй. Ер кісі студент немесе жұмысшы бойжеткенге, тіпті оқушыға қырындаса, қыз бала қарым-қатынастан бас тартпауы керек. Етпесе, нағыз коммунист емес. Правданың келесі бір санында шыққан мақалада былай жазылды. Табиғи қажеттілікті қалай қанағаттандырамыз? Қыздар жолдас комсомолдың қалауы мен өтінішін жерге тастамай, белін қысқан сексуалды құмарлығын тарқатып, олардың еңбекке құлшынысын ашуы тиіс. Еркін секс жастардың жаңа коммунизм құруына ықпал етеді. Большевиктердің отбасы институтын аяусыз талқандауының тағы қандай себебі болуы мүмкін? Коммунизм діні бойынша Құдаймен байланысты кез келген идея адамды адастырады. Пролетарлардың бірігіп коммунизм құруына кедергі келтіреді. Дәстүрлі таным бойынша бір-біріне адал болып, ұзақ ғұмыр кешкен бақытты шаңырақ Құдайдың берекесі дарып, назары түскен құтты мекен саналатын. Иманды жандар неғұрлым сүйгеніне адал болсан, соғұрлым Тәңірдің шапағаты молынан түседі деп сенетін. Сондықтан үлгілі отбасы құдайшылықты бейсаналы түрде насихаттап тұрғандай көрінді. Бейсанадағы осы танымды талқандау үшін ер мен әйелді Құдай қосады деген ежелгі танымды қалайда сындыру керек еді. Бір қызығы, кейіннен большевиктер жезөкшелікті терістеді. Оны да буржуазиялық элемент еңбексіз жатып ішер санады. Александра Колонтай «Трудовая республика и проституция» деген мақаласында Совет одағына тез арада еңбек кітапшасын енгізу керек. Бұл жезөкшелікпен күресетін профессионал әдіс. Осы арқылы кімнің жезөкше еместігін анықтаймыз деді. Парадокс мынада. Содан бастап жұмыс істемейтін әйелдер жезөкшеге теңелді. Ал еркін секспен айналысатын әйел нағыз коммунист саналды. Медицина докторы Фавр 1904-1908 жылдары Мәскеуде Томскіде сауалнама жүргізді. Сонда қыздардың 90% пәктігін сақтауды абырой деп санаған. Арада 15 жыл өткенде статистика кері айналды. Енді ол абыройдың көрсеткіші емес, ескіліктің қалдығы, буржуазиялық түсінік болып шықты. 1936 жылы Совет одағындағы барлық сексуалды революция, сексуалды эксперименттер аяқталды. 1934 жылы ортақ коммуналды үйлер тұрғызуға тыйым салынды. 1936 жылы аборт пен ажырасуды заңмен шектеді. Психоаналитиктің бәрін қудалап, психоанализ институттарын жапты. Себебі СССР бұқараның жаппай рухани азғындауынан әлемнің алдына шықты. Аборт, ажырасу, балаларды интернатқа өткізу, зорлық-зомбылық, азаматтық неке, жосықсыз секс, қылмыс индексі көрсеткішімен көш бастады. Батыс елдері большевиктердің шектен шыққан азғындығын әжуалап, сынап жатты.